Алматыдағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Селимжан Чалышкан 2-1 халықаралық университеттің грантын жеңіп алды. Оның бірі әйгілі Гарвард университеті болса, екіншісі Абу-Дабидегі Нью-Йорк университеті. Селимжан Чалышкан зияткерлік мектептің дарынды оқушыларының бірі. Қазақстанның биология пәні бойынша олимпиадалық командасына кірген ол, бұған дейін бірнеше халықаралық білім байқауларында жоғары нәтиже көрсеткен. Ғылыми жетістіктерінен бөлек, зағип жандарға арналған оқып көр инновациялық жобасы республикалық байқауда үздік деп танылған еді. Селимжан ол ізденімпаз, табанды, еңбекқор оқушы. Бағанағы алдына бір мақсат қойса, мақсатшыл, сол мақсатына жетпей қоймайтын оқушы. Сонысымен мақтанамын, және сол жеке қасиеті оны осындай биік шыңға алып шықты деп ойлаймын. Өйткені екінің бірі мұндай Гарвард университетіне немесе бірден екі университетке түсу қолынан келе бермейді. Әлемге әйгілі Гарвард университетіне түсу расымен де оңай емес. Мәселен, былтыр 43 мың үміткердің 2 мыңы ғана арманына қол жеткізген. SAT Subject Test халықаралық емтиханда көрсеткен жоғары нәтижесі үшін Гарвард университеті Селимжанға арнайы шақырту жіберіпті. SAT Reasoning бойынша мен 1480 балл алдым, 1600-ден. Сосын биология, химия, математиканы тапсырған кезде мен математикадан 800-ден 800-ін алдым, биологияның 800-ін тоже алдым, и химиядан 770 алдым. Сондай-ақ Селимжан биыл Абу-Дабидегі Нью-Йорк университетінің толық грантына ие болды. Әлемнің ең дарынды жастары білім алатын жоғары оқу орнына үміткерлердің тек 3% ғана қабылданады. Селимжан наурыз айында университеттің шақыруымен білім ордасына барып, жұмысымен танысып қайтыпты. Енді ол осы екі оқу орнының бірін таңдайды. Мен әлі шешкен жоқпын. 1 мамырға шейін жауабын беру керек. Менің ойымша екі университетте өте мықты, яғни әрбір университеттің өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Айта кетейік, өткен жылдың соңында физика-математика зияткерлік мектебінің тағы бір оқушысы Ақназар Қажымұрат халықаралық емтиханнан ең жоғарғы 2400 баллды жинап, Гарвард университетінің грантын жеңіп алған. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы.